Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы ақпараттар каналы. Жүзімнің мың сан пайдасы. Жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім тек қана дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көптеген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Жүзімде көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегі мен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератрол антиоксиданты күштің қалыпқа келуіне көмектеседі. Ол Е дәруменмен мықтырақ. Одан бөлек жүзімде кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ А және С және В6 дәрумендері бар. Жүзім қандай дертке дауа болады десеңіз, ол онкологиялық аурулардың алдын алады. Жүрекке жақсы әсер етеді, тамырларды қатайтады, қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны ұйыған адамдарға ұсынған жөн, өйткені аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады, асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, қант диабетін емдеуге қолданылады. Астмасы бар адамдар үшін пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынының ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдасы зор. Жүзім қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын бір стакан жүзім шырынын ішіп, бір үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Қазіргі медицинада жүзім түрлі фармацевтикалық компаниялар жүзімді бат өндіруде бұрыннан қолданып келеді. Олардың құрамында жүзім экстракты кіреді. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мысалы, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергітетін дәрі-дәрмектер дайындалады. Ертеден бері жүзім сұлулық үшін пайдаланылады. Қазір кез келген косметикалық фирмалардан құрамында жүзім кездесетін өнімді таба аласыз. Бұл негізінен бетке арналған кремдер. Бұл кремдердің құрамында антиоксидантты өнімдер өте көп. Алайда жүзімнің көмегімен косметикалық өнімді үйде дайындауға болатынын да ұмытпаңыз. Жүзім ұлпасының беттің майлылығын қалыпқа келтіріп, бетті сергектікке түсіретін маскалар жасауға болады. Соңғы зерттеулердің нәтижесінде жүзімнің еркектерге белсіздіктен арылуға көмектесетінін дәлелдеген. Жүзімнің пайдасы. Жүзім өсіру біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы негізінен Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрант, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтер түрлері дәрумендері су кездеседі. 100 граммында 60 калория бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесек таза сығымды шырынын ішу денеге және ми жасушаларына да өте пайдалы. Калория тұрғысынан 1 келі жүзім 1150 сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан және 1120 грамм картопқа тең саналады екен. Бұған қоса емдік қасиеті бар амин қышқылы және А және В дәрумені, калий, магний, кальций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтерді де жүзімнің құрамында кездеседі. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тынышталдырып, терінің терлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналудың алдын алады. Таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалыпқа келуін қамтамасыз етеді. Шырындағы биофлавоидтары арқылы С дәруменінің белсенділігін арттырады. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тегін емес болса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобин синтезіне қажетті темір мен
бүйректің жұмыс істеуі және бүйрек сығындысының реттелуінде жұмсалатын калий одан да өте көп кездеседі. Дәрумендер мен минералдарға қоса жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелеріне 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орны өте үлкен. Қоректің ыдырауы нәтижесінде пайда болған немесе темекі, ішімдік, ауаның ласталығы сияқты зиянды қалдықтар капилляр тамырларының қабырғаларын зақымдайды. Мұндай зақымдауға қарсы жүзімде кездесетін кейбір күшті антиоксиданттар төменгі тығыздықтағы зиянды липопротеиндердің капилляр тамырларында түзілуіне бөгет келтіретін қасиетке ие. Осы тақырыпқа қатысты бір зерттеулерде ірілеу қара жүзімнен жасалған жеміс шырыны берілген кісілерде холестериннің тотығуына ұшырамағандығы анықталған. Зерттеушілер егер көп уақыт ішілсе, жүзім шырынының әсері анағұрлым көбірек болатындығын аңғарған. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тотығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр аурулары, анемия, делінетін қан азаюды емдеуде көп қолданылуымен қатар, құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қан тазаруы мен майдың реттелуіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар, құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан, жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан, оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийге өте бай. Жүзім қатерлі ісіктен, рактан қорғау ерекшелігіне ие. Клетка іші молекулаларда ісік пайда болуына апаратын еркін радикалдарды шабуылдап тойтарату жүзімге берілген таңғажайып қасиет, яғни ол қатерлі ісік ауруының алдын алады. Екінші жағынан, жүзімнің құрамындағы ең маңызды заттардың бірі ресвератрорлардың де ракқа қарсы әсер ету күші бар екендігі 1985 жылы Жапонияда жүргізілген зерттеулер еңбектерінде анықталған болатын. Бұл зат өсімдіктер тарапынан да өндірілетін фитоалексин тобына жатады. Ресвератрол жануарлар тарапынан өсімдіктер мен желінген кезде ауру туындыратын факторлардың немесе өте күшті ультракүлгін сәулелерден өсімдікті қорғау үшін синтезделетін зат. Жер жаңғақ секілді 70 шақты өсімдік түрлеріне, сондай-ақ негізінен ең көп мөлшерде жүзімде кездесетіндігі анықталған. Ресвератрол көбінесе қызғылт қара жүзімдердің қабықтарында болады. Сол себепті жүзім жегенде оның қабығымен қоса жеген дұрыс. ақш-та жүргізілген бір зерттеулерде ісігі бар тышқандарға 4 айдан аса апта сайын 2 реттен 1, 10, 15 немесе 20 микрограмм ресвератрол берген. Зерттеушілер ресвератрол берілмеген тышқандарға қарағанда ресвератрол берілген тышқандардың ісігі тез қайтқандығы байқалады. Жүргізілген тағы бір зерттеулерде американдық ғалымдар қара жүзім шырынының жүрек ауруларына қарсы антиконгресстік ықпалы барлығын растаған. Қара жүзім шырынының қан бөгелуіне де қарсы ықпалы бар анықталған. Жүзімді сақтау негізінен табиғи жағдайда өскен жүзімдерді таңдаған жөн. Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдауы, реңі ашықтары. Жасыл түстегі жүзім алынса, сәл сарғыштауын, қара жүзім алынса, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқа тозаңымен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалғандығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғандығын көрсетеді. Тез үзілсе, қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырып, жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бойы
бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алынған жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі анағұрлым тәтті болады. Жүзім тез ферментацияға ұшырайтындықтан оны дереу тамақтан кейін жеген дұрыс емес. Басқа да жеміс шырындары секілді жүзім шырыны да сығылғаннан кейін жарты сағат ішінде ішілген жөн. Адам денсаулығына пайдалы дәрумендердің жүзім дәнегінде де болатындықтан оның шайналып желінгені дұрыс. Қай жағынан алсақ та шипалы қасиеті мол жүзімнің жаратушыдан нәсіп етілгеніне шүкір еткеніміз жөн. Басқа да көкөністер мен жемістердің пайдасын білгіңіз келсе, міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.